Ассалаумағалейкум, армысыздар қадірменді дәулетті оқырмандарым. Мінекей кешкі сағат 9 болды. Мен шамды жағып отырмын. Алдыңғы жолы мен оқырмандарыма осы шам туралы көптеген сұрақтар сұраған едім. Біз оқырмандарымыз ерекше әдемі жауаптар берді. Біреулер айтты, осы шам менің балалық шағымды еске түсірді деп. Енді біреулер айтты, бұл шамның астында барлығымыз отырып кітап оқитын едік деді. Енді бір тәте айтты, бұл бала шамның астында әке-шешем барлығымыз отыратын едік. Біреулер айтты, біз қораға мал көру үшін баратын едік деп. 1000 адам жауап берген болса, соның ішінде 99 адам өте әдемі балалық шағын есіне түсірді. Бір ғана қырсық тәтеміз былай жауап беріпті. Сен оралмансың ғой, Қытайдан келгеннен кейін сендер осындай шамның астында болған шығарсыңдар. Біз олай болған жоқ, біз бұндай шамды біз көрген жоқпыз деп мойындағысы келген жоқ. Жарайды, мен ол тәтемен де келісемін. Енді мен сіздерге айтайын деп отырғаным, осы шамды көру арқылы сіздер балалық шақтарыңызды еске түсірдіңіздер. Бұл өте үлкен керемет жағдай. Енді осы шамның сіздерге беретін құпиясы ерекше, орасан зор. Сізге де, маған да. Осы құпиямен бөліскіңіз келеді ма? Ондай болса төменге және де айтарыңыз болса жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде сіздің сұрағыңызға жауап берем, және де бұл шамның құпиясын ашатын болам.